Отандық өнім неге аз, неге дамымай жатыр деген сұраққа толықтай жауап беретін боламыз. Және отандық өнім өндіру үшін, оны дамыту үшін не істеу керек дегенде. Соны біз нақты іс жүзінде қазір істеп жатырмыз. Жалпы бизнесте белгілі да, не нәрсеге сұраныс бар болса, сол нәрсе өседі. Сондықтан ең алдымен сұраныс туғызу керек. Неге біздің осы бұрын Совет өкіметінде Қазақстанда жақсы бәсекеге сай аяқ киімі жоқ? Өйткені бізде ең бастысы дизайн. Ең бірінші орында дизайн, содан кейін моделінің әдемі болуы. Негізгі кез келген зат өзінің сегментіне бөлінеді да. Эконом сегмент бар, арзандар, содан кейін бизнес сегмент бар, орта деңгейде, содан кейін премиум сегмент бар. Қымбат деңгейде. Мысалы, мен өткен жолы Ұлпанға өзімнің сатып алған аяқ киім бердім, мен келді 160 000 теңгеге сатып алған. Марксін жазып марканы Hugo Boss. Соны айттым, Ұлпан, тура осындай бірге бір тіктір аласың да, осындай цехтарды тап, жақсы цехтарды. Матасы да, тігіні де, дизайны да ешқандай осыдан кем түспейтін болсын. Қазір міне соған ұқсас, мына туфли тұр да. Керемет тамаша тері, Турциядан келген, ішінде кейбіреулер Италиядан келген жоғары сапалы терілер. Тігісі мен сатып алған Hugo Boss'тан ешбір айырмасы жоқ. Өйткені осындай жақсы итальяндық және де түріктік өте жоғары сапалы стандарттарды тізген. Ал енді мамандарды сол жаққа апарып және сол жақтағы мамандарды әкеліп үйретті. Бұл енді бір космический корабль жасау емес, ешқандай керемет қиынлық жоқ. 2 ай, 3 ай, 4 айдың ішінде әрбір адам өзінің ісін істей алады. Әрқайсысы өзінің мамандығын 1 айдың ішінде жақсы деңгейге жеткізе алады. Ал енді мынаның жақсы болу үшін колодка қарапайым, яғни колодка осыған қарайса дизайнына қарап колодка жасайды, сосын колодка байланысты пішеді, тігеді, болды, бар жоға осы. Енді айталық, бағанағы мен әперген туфлиді соған бірге бір жасады. Мысалы, сол туфли мен дүкендерде, мысалы, Алматының жақсы люксовый дүкендерде 160 000 теңге тұратын болса, Ұлпан, сенің өлшемің қаншаға сатасың? Мен берген туфлиді шығардың ғой бірге бір. Сенде қанша тұратын болады, сатылым бағасы? 40-50 мың болады. 50 мың теңге. Қалзы елесіз, тура сол нәрсе, үш есе арзан. Бұл енді автомобиль емес қой. Моторы қандай, дөңгелегі қандай, коробкасы қандай деген сияқты. Сөйтіп күмәнді нәрселеді. Табаны тері, толық тері, мынаусы толық жақсы сапалы тері, ішіне дейін түгел тері, және де сиырдың терісі. Енді Ұлпанның өте дұрыс жасап жатқаны, жаңа мына цехтың дұрыс жасап жатқаны, олар өздерінің сегменттерін қай жерде бәсеке жасай алады, конкурент жасай алады, сол сегментті дұрыс таңдап алды. Олар бизнес сегмент таңдап алды. Ал эконом сегментте Қытаймен бәсеке жасау мүмкін емес. Неге? Қытайдағы шығаратын аяқ киімдердің 90-95% шошқан терісінен жасалады. Шошқан терісі өте арзан. Қытайда шошқан өте көп өндіреді. Сондықтан Қытайдың аяқ киімі арзан. Біз ондай арзан қылып жасай алмаймыз. Қытай әрине дизайн бәрін келтіреді. Қытайда еңбек өнімділігі өте жоғары. Сондықтан біз қазақстандық өнімдер кіммен біз бәсеке жасай аламыз? Түріктермен және итальянецтермен. Неге біздің Қазақстанда шыққан туфлилер тура сол итальян дизайнда, сапада, бірақ бағасы арзан болады? Неге арзан болатынын түсіндірейін. Аяқ киімдердің бәрі мынандай коробкамен келеді. Көз алдыңа елестетіңіз, бір үлкен көлікке мынандай коробка қанша салып әкеле аласыз. Былайша айтқанда ауаға жолына төлеуге мәжбүр боласыз да. Ал аяқ киім әкелген кезде бұған теріні ғана бөлек алып келеді. Мысалы, 1000 аяқ киімге материал алып келуге болады, соған ары кеткенде бір 200 аяқ киім әкеле аласыз. Сондықтан ең біріншісі жол қаражатынан үнемделеді. Екіншісі, дайын аяқ киімнің төленетін пошлиналар өте көп. Үшіншісі, әрине Италиядағы, Түркиядағы жұмыскерлердің жалақысы әлдеқайда жоғары. Төртіншісі, ол жердегі ғимараттардың жандану ақысы, электр энергия жоғары. Сондықтан біздің теңге қазір құлсызданған кезде бізде өндіріс орны міндетті түрде дамуға тиіс. Ары қарай енді мынандай көптеген адамдар сұрақ қояды. Бізде де мал өсіріп жатыр, неге соның терісінен тікпейміз деп. Қазақстанда мынандай сапалы тері өндіретін завод жоқ. Бірақ ол пайда болуға тиіс. Қай уақытта пайда болады? Алдымен осындай цехтар көбірек өскен кезде, осындай цехтардан 10-ы, 20-сы, 100-ы пайда болған кезде Италиядан тасып межеміз бар. Тура осындай сапалы тері тігіп беретін болсаңдар, жасап берсеңдер, біз сендерді сатып аламыз дейміз. Сол кезде сұраныс болатын болса, соған өндірісте пайда болады. Сұраныс болмаса, ол цехтар өндіре алмайды. Мәселе содан.
Сонымен Ұлпан, сен биыл қанша модель тіктіріп жатырсың көктемге? Қазір көктемге біз 450 түрлі модель дайындадық. Моделі қанша? Жалпы түсіне және модельге қарағанда 55 түрі бар. 55. Керемет. Ассортиментің өте жақсы да. Қазір жастар киім талғайды, әдемі киім істейді. Қалай таңдадың? Біз осы сіз айтқаннан кейін осы модельдерді дайындауға мен нақты 3 ай уақытым кетті. Ең бірінші біз тек қана Италиядан және Қазақстандағы сіз айтқан дүкендерді араладым, 20-30 магазиндерді аралап, суреттерін түсіріп алдық, оны іздедік суреттерін. Содан кейін ғана біз Инстаграмға опрос жібердік. Қайсы жігіттер қайсысын ұнатады көбірек, қайсына көбірек лайк басылды, плюс қойдық деген сияқты. Сол үшін ең жақсы сұраныс зерттеп алдық. Көп деген салып, соның ішінен ең үздік деген, ең сатылады үздіктерін таңдап алдық. Және Түркияға барған кезде суретке түсіріп біздің Қазақстанға келмеген 3 модельді алып келдім. Оны да осы жерде тіктірдік, оны да дайындадық. Негізі ең бірінші сұраныс. Одан кейін біз 2 түрлі, 3 түрлі модельдерді біріктіріп бір модельдерді шығардық, жеке авторлық деп айтамыз, солай да қосып шығардық. Тамаша. Сен қандай жоспарларың бар енді сен биылға? Қазір осы үлкен бір цехпен қазір жұмыс жасап жатырмын. Сіз өзіңіз айтқандай мен тек қана спорттық үлгілерді бір цехқа, классикалық үлгідегі бір цехқа қоймақшымын. Және де жақын арада әйелдер, балалар аяқ киімін араластыру ойымда жоқ, тек қана ерлер аяқ киімін. Фокус соған салу керек. Фокус соған қоямын, сол кісілермен көбірек жұмыс жасау керек. Және де өте үлкен сатылымды осы бір жылдың ішінде 2-3 есеге өсіреміз деген нақты жоспарымыз бар. Мен ойлаймын, 10 есе өсіруге болады. Менің мынандай сенімім бар да, біз Турциядан келетін, Италиядан келетін аяқ киімдерді 80-90%-ға дейін осы отандық өзіміздің өніммен алмастыруға болады. Болады. Осы цех мысалы қазір саған айына қанша тігіп бере алады? Менде ешқандай шектеу жоқ. Тіпті аптасына 200 штука, 300 штука. Мен жаңа сұрадым, осылар айына 4-5 мың пар тіге алады екен да? 5 мың пар тіккіз алады да? Енді ары қарай тек қана сен үйренген құралдарың бойынша, маркет бойынша осыны дамытып, ай сайын жеткізіп беріп отыр. Мынандай да сұрақ қойылады. Неге атын Деколо деп қойдыңыздар? Неге қадам, табан, болмаса бір қазақша бір ат қоймадыңыздар? Жел аяқ дей ма, сондай бір деген сұраққа қалай жауап бересің? Неге атын шетелше қойдыңдар? Жалпы біздің тек қана мақсатымыз Қазақстандағы шектеліп қалу емес. Біріншіден. Басқа елдерге шығару. Басқа елдерге бренд жасап шығару. Ресейге, Қырғызстанға, Өзбекстанға да. СНГ ең бірінші. Екіншісін айтайын. Екінші мен кеңес берген мен болатын. Өйткені адамның ойын, адамның ұғымын, санасын өзгерту өте қиын. Бұл қазақша қойылатын болса аты, мысалы сіз көріп мына цехты естіп отырсыз да, ал бұны көрмеген жай ғана мысалы да, қадам, сәт сапар деген сияқты бір ат қоятын болса қазақша, бірден ассоциация пайда болады. Ол біздің Өскеменде, Шымкентте, Алматыда бірден жасалып жатқан шығар. Яғни оның сапасы төмен деген бүкіл біздің қазақстандықтардың миына қалыптасып қалған. Ал енді бұл итальянша аты шығып тұратын болса, онда бірден біз ассоциация. Болмаса немісше болатын болса, оның сапасы жоғары деген сенім туады. Біз амалсыз осылай әзірге сол итальян атын қоюға мәжбүрміз. Біріншісі шетелдерге шығару үшін, екіншіден адамға бірден сенім тудыру үшін. Сондықтан Деколоны алсаңыз, сіздің ақшаңыз қазақстандық өндірісті дамытуға жұмсалып жатыр. Еліміздің экономикасын дамытуға жұмсалып жатыр. Бір, екіншісі уақытыңызды үнемдейсіз. Үшіншісі, 3 есе ақшаңызды үнемдейсіз. Итальяндық сапада, итальяндық дизайн аяқ киімді 3 есе арзанға сатып алып. 3 жылға дейін кепілдігі бар. 3 жылға кепілдік бар. Супер, керемет. Қазақстанда кәсіппен айналысамын деген жандарға беретін кеңесім. Ең бірінші сұраныс тудырып алу керек. Ең бірінші клиент кімнің қолында, бренд кімнің қолында, бизнес кілті соның қолында. Сіз алдымен аяқ киімді сатып, зерттеп, қандай аяқ киім сұранысқа ие екенін біліп алғаннан кейін, өндіріске барып, аяқ киімге тапсырыс беру, ол ешқандай қиын емес. Өндіріс орындары өте көп. Грузияға да барып беруге болады, Қырғызстанға, Турцияға, болмаса осы қазақстандық цехтарға. Әрине Қазақстанға берген дұрыс, өйткені өзіміздің елдің өндірісін дамытасыз. Әрине ол сенің талабыңа сай келсе. Сондықтан кәсіп бастайын деген адам ең алдымен клиенттің ойында шығатын өнімді тауып, соны клиентке таныта білу керек. Ары қарай сіз 10, 20, 30 кез келген цехқа барып орналастыра бересіз, тапсырмаңызды және де ассортиментіңізді көбейте бересіз. Мынандай қателік бар, мен кәсіп бастау үшін алдымен цех ашуым керекпін дейді. Мысалы, мына цехта да айына 3000, 5000 аяқ киім өндіре алады, бірақ осыны 30% ғана өндіріп жатқан. Бұған 600 миллион теңге ақша салынған екен осы цехты жасау үшін. Бірақ қазір шығын алып жатыр. Убыток, өйткені бренд жасай алмай жатыр. Негізгі бүкіл әлемде бөлінген интеграция, вертикальный интеграция, горизонтальный интеграция дейді. Сондықтан әркім өз шаруасын істеу керек.
өндіріспен айналысатын адам тек қана өндіріп, сапалы қылып, күндіз-түн соған жауап беріп, көп қылып өндіру керек әртүрлі ассортиментпен. Ал маркетологтар, олар нарықты зерттеп, дүкендер ашып, Instagram ашып, олар сатып отыру керек. Әрқайсысы өзінің жұмысын істейді, өзінің пайдасын табады. Сондықтан бастаған кезде көбінесе нарықтан бастау керек, клиенттен бастау керек. Кім бірден өндіріс ашқысы келеді? Ол алдымен Ұлпан сияқты осылай брендтің иелерімен барып келісімшарт жасап алғаннан кейін, мысалы Ұлпан айтса, мен айына мынадан 500 пар, анадан 200 пар, мынадан 300 пар тапсырыс берем десе, соның тапсырысына орай цех ашатын болсаң, өндірдің, екінші күн Ұлпан сатып әкетіп отырады. Кәсіп бастайтын адам осыны ұққаны, түсінгені дұрыс. Құрметті көрермендер, біздің каналға тіркеліп алыңыз. Келесі жолы тағы қандай бизнес жайлы білгіңіз келеді, соны жазыңыз. Мен сол кәсіп орындарына барып, сіздерге осындай арнайы сұхбаттар жүргізіп отыратын боламын. Егер дәл қазір осы видеоның астына өзіңіздің каталог алғым келеді деп немесе номеріңізді қалдыратын болсаңыз, сіздерге бизнес бастауға арнайы көрермендеріне біз каталогтағы бағадан 20% арзанға беретін боламыз.